Мен бүгін кілегей соусында тауық аяқтарын қалай пісіретінін көрсететін боламын. Алдын ала тауықтарды жуып кептіріп алдым. Ең бірінші сарымсақты 2-3 бөлікке бөліп, видеода көрсетілгендей тауық аяқтарына бөліктерді салып шығамыз. Кейін тұз, бұрыш, қара бұрышты екі жағына сеуіп шығамыз. Тұздап болғаннан кейін табаға май құйып, екі жағынан қыздырып қуырып аламыз. Тауықтарды жақсылап орналастырамыз табаға. Екі жағынан қыздырып болғаннан кейін қуырылған тауықтарды алып, сол табаға бір ас қасықтай ұн салып қуырамыз. Ұнды қуырып, үстіне кілегей құйып, дәміне қарай тұз, бұрыш араластырып, тұз, бұрыш салып араластырамыз да тауық аяқтарын қайтадан салып, ең жай отқа қойып пісіріп аламыз. Тауық аяқтары жақсылап піскеннен кейін дәмі өте керемет болып шықты. Гарнирмен бірге беруге болады. Жасап көріңіздер.